Жазықтағы жылқыларды қарап болғаннан кейін жолда үйге қайтарда Баймұраның үйірін тағы бір байқап кетейік деп келіп едік. Алдында таңертең ғана видеосын әлеуметтік желіге салып айтып едім ғой. Баймұра күндіз үйірін ешқайда жібермей дөңнің үстінде, дөңеш жерде ұстап тұрады дағы. Күн ұясына кіргеннен кейін, күн салқындағаннан кейін өзімен бірге ертіп жазыққа түсіп жайлады деп. Сол айтқанымдай, міне үйірін әлі дөңнен түсірмеген, биік жерден түсірмеген, ар жағында өзен бар ағып жатқан. Самал соғып тұрады биік жаққа шыққаннан кейін. Сондай жерде үйірін ұстап тұр. Жарықтық жаны бар. Баймұра ақылды айғыр болып шықты. Жақсы айғыр болды. Біз үшін мықты айғыр болды. Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Жол жөнекей үйге қайтып бара жатып, сыртынан көргеннен кейін тағы бір видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салып қояйын деп келдім.